Qara жылан мен ақ жылан. Бұрынғы заманда жақсы бір мерген болыпты. Аңғырап келе жатса екі жылан төбелесіп жатыр екен. Жыланның бірі қара, бірі ақ екен. Келіп қараса, қара жыланның түсі суық өте жаман екен. Мерген қараны өлтіріп тастапты. Сонан соң ақ жылан тұрып, бір нәрсені жалап алады. Түсі ақ мағанда жала деп отырма деп, мергенде әлгі нәрсені жалап алады да, сол сағатында жер үстіндегі нәрсенің тілін түгел біліп кетеді. Жыланмен сөйлеседі. Жылан, екеуміз енді дос болайық, және тіл білдім деп кісіге айтпа дейді да, ат басындай алтын береді. Тіл білдім деп айтсаң өлесің дейді. Ақ жыланмен дос болып үйіне қайтады. Алтынды үйіне апарып тастап, қайтадан аңғарап жүріп, бір байдың үйіне қонады. Сонда түнде қасқыр ұлиды, және осы түнде боран болады. Байдың қойы қады. Қасқыр, байдың қойын жейм, болмаса қонағының атын жеймін дейді. Оны мерген біліп отырады, және оған жауапты қорадан қара төбет сөйлейді. Мен түк жегізбеймін, егерде қонағым алдына қойған табақтағы етін маған берсе дейді. Тамақ піскеннен кейін берген етін қонақ итке беріпті. Сонымен жатып ұйықтаса, қатты боран соғып, қойы ығып кетеді. Қоймен бірге атты кетеді. Сонда бай, малды қырады қой, құтты қонақ болсаң, мал аман қалар еді дейді. Мерген, бай жылама, мал аман табылады деп ұйықтай беріпті. Таң атқан соң, бай мен қонақ малмен атты іздеп екеуі келе жатса, қара төбет бәрін иіріп жүр екен. Қасқыр да төңіректеп сол жерде төбетпен аңдысып тұр екен. Бұларды көріп қасқыр қаша жөнеледі, бірақ төбет қайырмалап қасқырды жібермейді. Қасқыр қолға түседі. Қонақ атын аман алады. Бай да қойын аралап аман екендігін көріп, қонақ, сен құтты қонақ болдың, қалағаныңды алып кет дейді. Сонда бір ұрғашы сарыбас тоқты маңырайды. Маңырағандағысы 5 жылда 1000 болам деген екен. Мұны мерген біліп, сары тоқтыға ен салды да, 5 жылдан кейін алам осы тоқты 1000 болады дейді. 5 жыл толғаннан кейін мерген қайтып байдың үйіне келіп, уағдалы қойымды бер дейді. Бай уағдасынан танып, қой берем деп айтқан жоқпын дейді. Екеуі жүгініп бір қазы биге келіп, бастан аяқ сөздің жөнін айтқаннан кейін оған қазы, қойыңды 2 аша жолмен айда. Мергеннің үйіне қарай жүрген қойды мерген алсын, өз үйіне қарай жүргенді сен ал деп билік айтады. Бай көніп қойды айдайды. Мерген жаққа қарап, сарыбас тоқты бастап 1000 қой шығады да, мерген ол 1000 қойды алып үйіне қайтады. Сонымен бай болады. Қатын төркініме барам дейді. Жазғы тұрым төркіні тай ерген буаз бие мінгізеді. Қатыны болса жәнек қабат. Бесіктегі баласымен неше күн жатып үйіне қайтыпты. Қайтып келе жатса, тай бар биені еміпті. Енесі, қайтып емесің, үстімде үшеу, өзімді буаз шаршап келем дейді, тайды қуып береді. Оны мерген біліп күліп береді. Сен неге күлдің деп қатын сұрайды. Айтса өледі, айтпаса қатыны кетеді. Сылғаннан мерген, үйге барғанда айтайын дейді. Үйіне келген соң, сен жолдағы сөзді айт деп қатыны болмайды. Мерген бір малды сойып, жұртты жиып, жөнін айтпақ болады. Малын сойып, жұртты сыртқа шығарып, қатынына айтайын деп отырғанда, үйге 2 тауық кіреді де, әтештің алдындағы бидайын шіби жейді. Мен мерген емес, қатынына сырын айтып, өлгел жатқан деп, шібейін тістеп әтеш қалап тастайды. Сонан мерген де қатынын сабайды. Онан кейін қатыны қорқып қайтадан сұрамайтын болыпты. Мерген тауықтың арқасында аман өлмей қалыпты. Тағы да бір кезде аңғарап жүріп, бір тау ешкі атып алып сойып жеп отырғанда құлағына бір дауыс келеді. Дауыс: жалғыз ешкімді атып алдың, жазаңды қасқыр берсін дейді. Мерген оны тыңдамастан үйіне қайтады. Кешке таман жолда бір керуен қонып жатыр екен. Мерген сол керуенмен бірге далаға қонады. Қонып отырғанда қасқыр ұлиды. Қасқыр: сұр мергенді бүгін не қылсам да жеп қоямын деп ұлиды. Мерген керуенге: не білдіңдер дейді. Керуен: түкте білмедім дейді. Мерген: ендеше мені қасқыр жейді дейді. Керуен жер қазып, ол мергенді жерге тығып, үстіне киіз төсеп жатып қалса, қасқыр бір жағынан қазып алып мергенді жеп кетіпті.